Менің тіл деңгейім жоқ. Бірақ жаз бойы не болсам сентябрьдан бастап неміс тілін оқып жатырмын. Ары қарай мен үлгерем бе осы жылға, не болсам келесі жылға дейтін студенттер болса, иә, ең бастысы тоқтатпастан оқу, өзіңізді алдамастан тілді меңгеру. Сосын собеседованияға дейін, собеседование болуы мүмкін январда, февральда, мартта болуы мүмкін. Соға дейін тіліңізді жақсы істеп алсаңыз, жақсы жұмысқа тұруға мүмкіндік бар. Ал егер мен тіл деңгейім төмен, бірақ не істеймін, менде барғым келеді дейтін болса, сондай студенттер үшін арнайы 10 қызға арнап, біз минималды тіл деңгейі бар студенттерге деген бір поток аштық деп айта салайын. Ондай жұмыстарға баратын студенттерге особо талап, оның барлығына ала бермейміз, өйткені оған барам дейтіндер көп, тіл білмейтін студенттер көп қой, оны мойындау керек. Ал тіл деңгейі қандай болу керек десеңіздер, жаңа айттым, А2, Б1 неміс тілінен, ағылшыннан Б1, Б2 желательно деңгейде болу керек. Ал минималды тіл деңгейі бар студенттер, олар енді А1 болуы мүмкін, неміс тілінен, не болсам ағылшында А1 болуы мүмкін. Ондай студенттерге складтардан, заводтардан сондай жұмыстар болады. Жұмыс естественно ауыр болады, оған дайын боламын, мен істеймін деген студенттермен особо келісім болады. Өйткені маған керек емес, Германияға келіп алып жылап жүрген, ойбай болмай ауыр екен, шаршадым, бірдеңе деген мамасының балдары, мамасының қыздары келіп алып, жауапкершілікті өзіме аламын, істейін деген студенттерді ғана алып жатырмыз біз. Сол үшін тіл деңгейіңіз төмен болса, максимально старайтесь жақсы оқуға, тіл деңгейіңізді көтеруге. Сонда сіз Германияда келіп, мысалы үшін жұмыссыз қалып кету жағдайларда болады. Америкада да сондай. Барлық жерде сондай. Просто оны көп айтпайды. Ондай болып қалған жағдайда да басқа жұмыс тауып кету шансы жоғары болады, егер сіздің тіл деңгейіңіз жақсылау болса. Осы видеоны мен тіл деңгейім төмен, бірақ зато я в Германии деп қойып жүретін сондай достарыңызға жіберіп қойыңыздар, біліп жүрсін. Тіл деңгейін қанша ерте басса сонша жақсы. Қазір уақыт бар үйреніп алуға, собеседованияға дейін. Не болмаса 1 жыл бар ғой әлі жазға дейін. 1 жылда адам тілді біраз деңгейге дейін көтеріп тастауға болады. И, пожалуйста, мысалы үшін медиктер, ол сізге тілді тек ференжоп үшін емес қой. Алдағы уақытта Германияға келем дейтін болсаңыз, ол да сізге бір плюс. Ойбай, көріп кетесіз мына жерде.